Сәлем достар, бүгін торпақ жұлдызнамасында туылған жандар үшін қазан айының таро жорамалын назарларыңызға ұсынғым келіп отыр. Яғни қазан айында әдеттегідей қандай жағдайлар болады, не өзгеріс болуы мүмкін, сол туралы қысқаша таро карталар арқылы жауап беретін боламын. Енді достар, егер осы жорамал сәйкес келіп жатса, сізге ұнап жатса, міндетті түрде каналға жазылыңыздар. Бірінші карта. Бірінші карта пятерка пентаклей. Яғни бұл нені білдіреді? Бұл сіздің жағдайыңыздың осы кездегі, яғни қазан айындағы жағдайыңызды білдіреді. Яғни сізде қандай жағдай болып жатыр? Сіздің жағдайыңыз енді керемет деп, ондай керемет деп айта алмаймын. Неге? Себебі сіз қазір қиындыққа тап болып отырсыз, әртүрлі жағдайлар болуы мүмкін, әртүрлі адам болғаннан кейін. Енді көп жағдайда көбісіңіз қаражат жағынан қиналып отырсыздар, қаражат жағынан қиындық болып тұр сіздерде, немесе денсаулығыңызға байланысты қиындықтар туылып отыр. Енді жалпы бұл жерде не айтуға болады? Бұл карта бойынша сіздердің көңіл күйлеріңіз көтеріңкі емес. Біріншіден, көңіл күйлеріңіз өте төменгі деңгейде, түсіңкі, яғни себебі сізде ішіңізде бір уайым бар, қорқыныш бар. Себебі кейбір адамдар мысалға қаражаты болмауы мүмкін, қаражат болмауы мүмкін, немесе жұмысынан айырылуы мүмкін, немесе денсаулық жағдайына байланысты бір қиындықтар болуы мүмкін, немесе бір ішіңізде жатқан бір үлкен уайым бар. Яғни бір нәрсені уайымдап тұрсыз. Енді бұл жерде бар нәрсені емес, жоқ нәрсені уайымдап тұрсыз ғой сіз. Мүмкін балаңызды ойлап тұрсыз, немесе бір өзіңіздің туысыңыздың денсаулық жағдайы ауыр болып қалуы мүмкін, немесе өзіңіздің денсаулығыңызға байланысты жағдайлар орын алуы мүмкін. Сосын көп жағдайда бұл қаражат жағынан, яғни қаражатыңыздың аздық етуі, немесе қаражатыңыздың сізді уайымға салу, қаражат жағдайыңыздың уайымға салу жағдайы болуы мүмкін. Яғни бұл жерде айтарым, сәл-пәл өміріңізде бір қиындау жағдайлар орын алып отыр. Сол нәрсе сізді уайымға салып тұр. Кейбір адамдар енді бір тығырыққа тіреліп, не істерін білмей, сондай бір уайымға салынып тұруы мүмкін. Бұл жерден көбінесе ақшаның аздық етуіне немесе жоқ болуына әсер етеді, яғни соны келтіріп тұр. Сол себептен де қимылдай алмай тұрсыз. Сізге салынған ауыртпалық сізге көтере алмай тұрсыз, яғни ауыртпалықты көтере алмай тұрсыз, қиындау болып тұр. Немесе сізді жұмыстан шығарып жіберуі мүмкін, немесе жұмыстан айырылып қалуыңыз мүмкін, банкрот болады, мысалы кейбір адамдар, енді әркім әртүрлі ғой, немесе алдап соғуы мүмкін біреу, қаражатыңыздан айырылып қалуыңыз мүмкін, қиындықтар болуы мүмкін, және денсаулығыңыз сыр беріп, ем алуыңыз мүмкін, сол себепті, мүмкін сіз сол себепті қарыз алып, қарызға кіріп, соның барлығын уайымдауыңыз мүмкін, немесе қарызыңызды төлей алмай қалуыңыз мүмкін. Енді бұл бастапқы кездегі, айдың бастапқы кезінде болып отқан дүние ғой. Мүмкін ол ана өткен айдан жалғасып тұрған дүние ма, мүмкін, Енді екінші карта. Сіздерге жалпы айтатын болсақ, екінші карта мен бірінші карта мүлдем бір-біріне ұқсамайды десе де болады. Неге? Себебі сіз бірінші картада бастап кезде бір нәрсені уайымдадыңыз, ақшадан қиналдыңыз, ал екінші картада жоқ, сізде бір керемет жағдайыңыз жақсы, көңіліңіз тоқ, көңіліңіз толымды. Мүмкін сіз қиналып, бір нәрседе қиналдыңыз, және сізге отбасыңыз, жақын жандарыңыз көмектесуі мүмкін. Сол көмектесіп, сізді сол қиындықты жеңіп шығуға көмектесуі мүмкін. Соған сіз көңіліңіз сондай бір толық, керемет десе де болады. Себебі бұл жерде сіз мүмкін кейбіреулер отбасымен ажырап кетуі мүмкін, содан айдың ортасына қарай сіз сол жаңағы
отбасыңызбен қауышуыңыз мүмкін. Енді әркімде әртүрлі болады ғой. Жалпы бұл карта, екінші карта сіздерде шығып тұрған өте бір жақсы карта. Мүмкін бір нәрсені уайымдап жүрсеңіз, сол нәрсе шешіледі, армандарыңыз орындалады, қуанышқа көңіліңіз бөлінеді. Бұл мысалға бұл айдың ортасында болуы мүмкін дүние. Және отбасыңызбен қауышу, отбасыңызда белгілі бір бақытты жағдайлардың орын алуы, көбіне бұл отбасылық қуанышты білдіреді. Жетістік, барлық жағынан жетістікті білдіреді, яғни қаражатыңызда, денсаулығыңызда барлық жағдайыңыз жақсы, жақсы көзқарастасыз, жақсы бір нәрседен көңіліңіз толады, жақын адамдарыңыз сізді қуантады, бір сондай бір жағдайлар орын алуы мүмкін. Енді бұл айдың ортасына қарай болатын дүние. Айдың басында сәл-пәл қиналасыз, уайымдайсыз, бірақ дегенмен айдың ортасында жақсы жағдайлар орын алады. Үшінші карта жалпы бұл нені білдіреді? Бұл королева пентакль. Яғни айдың басындағы қиындықтардың барлығы жоқ болады десек те болады. Себебі неге? Себебі сізде ақша бар. Сізге жаңағыдай жақындарыңыздың көмегімен, бұл жерден көбіне сізге жақын адамдардың көмегі тиеді. Сол көмектің арқасында сізде барлығы жақсы болады, ақшаңыз болады, қаражат жағдайыңыз бұрын уайымдаған болсаңыз шешіледі, тұрақталады, яғни тұрақты табыс көзі сізге келіп тұрады. Яғни сіздің жағдайыңыздың жақсы жаққа қарай бет бұруын білдіреді. Бастапқы кезде қиналсаңыз, қазір жағдайыңыз өте жақсы болады. Себебі сізде королева пентакль шықты. Яғни бұл егер сіз әйел адам болсаңыз, сондай әйел адам сізге көмектесуі мүмкін қаражат жағынан, және сол ақшасы бар әйел адам сіз болуыңыз мүмкін, немесе қаражатыңыз бар, немесе ер адам болса жағында сондай бір ақша жағынан көмектесетін әйел адам табылуы мүмкін. Және басшылық ете алатын адам бұл сіз, бұл жерде сіз ғой негізінде. Басшылық ете алатын адам, сондай бір өте өз ісіне берік, осторожный дейді ғой, сосын сыпайы, сондай мұқият өз ісіне, сондай бір адамсыз сіз. Немесе сондай қасиеттерді бойыңызға жинап, сіз өзіңіз белгілі бір дүниеге, жетістікке жетесіз. Жағдайыңыз жақсы, денсаулығыңыз жақсарады, материалдық жағдайыңыз тұрақталады, сізді көңіліңізде бірдеңе уайым болса, сол уайымның барлығы шешіледі. Жеке өзіңіз самостоятельный боласыз, болып қалыптасасыз. Яғни кездесулер болуы мүмкін бөлек. Және ең бірінші сізге айтар жаңағы кеңесім, басты кеңесім, шыдамды болыңыз, артық жаңағы дұрыс емес шешім қабылдап қоюдан сақ болыңыз. Міне, енді сіздер үшін тағы бір карта ашқым келіп отыр. Тағы қандай дүниелер орын алады екен дегенде. Енді жалпы карта жақсы, ашпаса да болады, бірақ енді бір картаны көрейін. Тұрмын ғой енді. Бұл жерде енді король пентакль. Енді бұның өзі нені білдіреді? Бұл ер адам. Ер адам, ақшасы бар адам. Мысалы, егер сіз әйел адам болсаңыз, сізге бір ер адам көмектеседі. Ал егер сіз әйел адам болсаңыз, ер адам көмектеседі. Ер адам болсаңыз, сіздің ақшаңыз бар, сондай бір жақсы жағдайда орналасқан, сондай бір керемет адамсыз. Яғни не дегенмен де ақшаңыз айдың соңына қарай болады, тіпті көп болады десе де болады, және ойлағаныңызға толыққанды қол жеткізе алатындай дәрежеде боласыз. Және әйел адамдар ақшасы бар, сондай кереметтей бір ер адаммен кездесу болуы мүмкін, даму болады, және біреу сізге қолдау көрсетіп спонсор болуы мүмкін. Не дегенмен ер адам көмектесуі мүмкін, егер әйел адамдар болса. Және жұмысқа байланысты да кездесулер болуы мүмкін, жақсы бір келіссөздер
орын алуы мүмкін. Және ол өте бір мұқият адам, сондай бір салмақты, өз ісінің шебері бір сондай адам болуы мүмкін, және сондай адаммен сіз кездесіп келіссөздер жүргізуіңіз мүмкін. Денсаулық жағдайына келетін болсақ та, денсаулығыңыз да жақсы, ақшаңыз да жақсы, көңіл күйіңіз де жақсы, өте керемет. Отбасыңызда да қуаныш болуы мүмкін белгілі бір, және отбасыңыздың мүшелері сізге көмектесуі мүмкін. Міне осы сіздердің қазан айына арналған таро жорамалдарыңыз осындай. Егер ұнап жатса, келіп жатса, міндетті түрде каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Сау саламатта болыңыздар.